Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Ұзақ уақыт үзілістен кейін YouTube каналымды өзім қайтадан қолға аламын деп шештім. Сіздермен енді күшті видеолармен бөлісетін боламын. Каналға тіркелмеген болсаңыз, жазылуға кетіңіз. Және де бүгінгі ас мәзірінде бізде фаршталған перец, болмаса голубцы деп атасақ та болады. Әр өңірде әртүрлі атайды. Қазір осы көкөніс жемістердің нағыз пісіп тұрған сезоны болғандықтан дәл осы тағамның жасайтын кезеңі деп айтсақ та болады. Отбасы мүшелеріне байланысты өзіңіз қанша адамға жасайсыз, соған есептеп осы бұрыштарды алдын ала дайындап алсаңыз болады. Онымен қоса басқа да көкөністерді қосып алдын ала зажарка қуырма жасайтын боласыз. Және де осы тартылған ет керек болады, және етпен бірге біз күрішті міндетті түрде қосамыз. Өзіңіздің дәміне қарай қанша мөлшерде қоссаңыз да өзіңіз білесіз, бірақ еттен сәл аздау болғаны дұрысырақ. Және осы күрішті жақсылап 7 рет, негізі күріштің барлық крахмалы кеткенше жуып алу керек. Ет тартқыштан етті өткізіп алып, кейіннен күрішпен бірге жақсылап араластырып, тұз және дәмдеуіштер қосатын боламыз. Табаны алдын ала қыздырып аламыз. Осы үттегі табаның барлығын осы нержавейка сталь болатқа ауыстырдым. Себебі тефлон, басқа да покрытияларға қарағанда кішкене адамға ағзасына зияны аздау, зияны мүлде жоқ деп айтып жатады. Сөздеріне сенсек, осы нутрициолог, басқа да мамандардың. Сол үшін асханадағы барлық ыдысты шетінен осы болаттан жасалған, таза медицинский стальдан жасалған ыдыстарға ауыстырып жатырмын. Негізгі бір байқағаным, тамақтың дәмі өзгеше әдемі болады екен осы ыдыстардан. Дәмдірек болып шығады. Ең алдымен біз пиязды қуырып аламыз, одан кейін қалаған өзіңізге ұнайтын көкөністерді қоссаңыз болады. Мен сәбіз және де қызанақты қосамын деп шештім. Жақсылап отта майға қуырып аламыз. Көкөністерді ұзақ уақыт бұқтырудың қажеті жоқ. Кішкене қызарғанша, мына біреу сәбіз, басқалар жемістері жұмсарғанша жақсылап қуырып алсақ жеткілікті болады. Одан кейін барып осы голубцыларды бетіне салып, суын құйып, тек қана 1 сағатқа, 1 сағат шамамен 40 минутқа пісетін болса, баяу отта пісіріп қойсаңыз болады. Және де осы перістерімізді жақсылап жуып аламыз. Ішіндегі дәндерін бүкілін тазартып, бас жақтарын кесіп, жақсылап фаршты салуға дайындап қоямыз. Өзіңіздің қалауыңызша картопты қоссаңыз да болады, болмаса қоспасаңыз да болады. Өзіңіздің ұнататын көкөністерді қосып, фантазияңызды қоса берсеңіз болады, ешқандай шектеу жоқ. Және де осы фарштарды бұрыштардың ішіне салып, жақсылап бетіне орналастырамыз да, мына біреу бұрыштың бетіне жабатындай қылып су құямыз. Жаңа қуырған уақытта қалаған дәмдеуіштеріңізді және де тұзын реттеп салып алсаңыз, одан кейін су құйғаннан кейін тағы да тұзының дәмін көріп, жеткіліксіз болса қоссаңыз болады. Және осы қақпағын жауып 40 минут пісіреміз. Ас болсын. Лайк басып, арнаға тіркеле кетіңіз.